Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Нұрлайым. Бүгін сіздермен бірге өте тойымды әрі пайдалы салат жасаймыз. Ол үшін бізге керегі бауыр, пияз, майонез, дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қажет. Ең бірінші бауырды қайнатып аламыз. Менде видеода жылқының бауыры, сиырдікі және де қойдікі де жарай береді. Қайнатып алғаннан кейін бауырымызды суытып, суығаннан кейін дәл осы видеодағыдай жұқалап, соломка етіп турап шығамыз. Одан кейін пиязды да жұқалап, соломка етіп турап шығамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, майонезді қосып араластырамыз. Осылайша барлығын жақсылап араластырып аласыз. Сонымен салатымыз дайын. Тойымды әрі пайдалы салат. Жасалу жолы өте оңай. Үйдегі бар заттармен жасайтын рецепттерді іздесеңіз, менің каналымнан табасыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Салатымыз дайын. Осылайша ұсына берсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.